Әлем интернетке телміріп отыр. Ақпараттық және медиа кеңістік құрылымдары геосаяси текетірестің алаңына айналды. Алпауыттар айқасына псевдо-шейхтар килігіп, бұл қырғынға діни реңк беруде. Терроризмнің бірінші мақсаты ол қоғамды үрейлендіру. Иранның идеологиясын, қазіргі Ислам Республикасын қалыптастырған Аятолла Хамини видеокассета жазып бератқан, мысалы үшін. Оған дейін де мысалы газет шығарғандар бар, кітап жазғандар бар. Мәселе технологиялық форматта емес. Мәселе сол діни уағыздың немесе басқа теріс экстремистік уағыздың қоғамның санасына сіңуі. Қоғамның ондай шеттен шығатын дүниелерге әуес болуы, соған ұмтылуы, соны іздеуінде. Дәстүрлі медиада жарияланбаған хабар әлеуметтік желіде жалғаншыны аралас тарап жатыр. Әсіресе қарулы қақтығыс, адам өлімі, гуманитарлық дағдарыс, соғыс жайлы жаңалық жаулап алған. Кімнің ықпалы мықты, соның соққысы қатты. 19 жылдың көлемі болды. Неосәләфизмнің біздің Қазақстанға танысып келу, аяқ басуы. Ғылымға қосқан жаңалықтары бар ма деген сұрақ қойылу керек. Тек қана теракты, соғысу, Даиштің құрамына кіру, исламның ішінен жік шығарып отыр. Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың кітабын кімде-кім оқыса, түбі дейді, такфирист болып шығады. Бүліктің басы ол саясиланудың шыңы деген сөз. Визуалды контакт болған жерде 90% гипноз жасауға адамды болады. Оны бүкіл әлемдік психологтар мойындап отыр. Кентиянның сөзі бар ғой, ағылшындар келгенде бізде жер болды, олардың қолында інжіл болды. Олар бізге көзді жұмып тәуба қылуды, Құдайға жалбарынуды үйретті. Көзімізді ашсақ, біздің қолымызда інжіл, олардың қолында жер кетті дейді. Террорды исламға әкеп теліп қою, ол ешқандай да дұрыс емес нәрсе. Барлығының астында сасық саясат жатады. Радикалды күштердің және террорлық ұйымдардың белсенділігі 2005 жылдан бастап қарқын алды. Сарапшылар мұны ақштың Ауғанстан мен Иракқа баса көктеп кіруімен байланыстырды. Салдарынан Таяу Шығыс пен Оңтүстік Азия өңірінде жағдай ушықты. Әлемдегі геосаяси ахуал қиындады. Жалпы экстремистік топтардың артында геосаяси күштер тұрғаны талай мінбірден айтылды. Мемлекет 2013 жылдан бері ескертіп келе жатыр. Кімде-кім діни араздықты, діни экстремизмі өт-насихат жүргізетін болса, жауапкершілікке тартылады. Бұл заң бәріне ортақ. Колледждің студенті арабша бір нәшидті таратқан, ескерту берілген кезінде Сирияға жихадқа шақырамыз деген ішіне фразалар өткен. Соның негізінде анау жігіт 7 жыл сотталып кетті. Саяси мемлекет құру деген біздің мақсат жоқ дінде. Пайғамбарымыз тек қана имандылыққа, адамгершілікке шақырды. Адам тура болатын болса, қоғам тура болады. Бірінші керек қазір бізде ғылым болып тұр. Псевдо-салафизм, шариғат заңдары мен үкім шығармайтын басшыларды кәпір деп санайды. Мемлекетті тағут деп айыптап, джихад жариялайды. Ағым идеологиясы зайырлы мемлекетке қарсы шығуға, оны құлатуға бағытталған. Ұлт деген ұғымды мойындамайды, дәстүрді мансұқтайды. Салафилікпен жұмыс жасау бұл оңай жұмыс емес. Түрлі легендалар ойлап табады. Тұздығы ретінде Құраннан, хадистен деп бір-екі хадисті құрастырып жіберсе, адам болды, Европадан өтеді. Сайрам өңірін алатын болса, жастар өзбек тілінде фатуалар тыңдайды, сақал қояды, бір басына тақиясын киіп алады, балағын қысқартады, үстіне жаңағы арабша киім сүннетін киіп алады дағыны, бірден шейх бола қалады. Сайрамнан көп азаматтар сотты болды. Ділмұрат, Оқтам Заурбеков, Абдурафи, көп лидерлер осы ұлттан Сайрам негізінен шыққан болды. Ділмұрат Махаматов, этникалық өзбек. Оқтам Заурбеков, этникалық өзбек. Ділмұрат Махаматов та, Оқтам Заурбеков те, оңтүстік өңірдің тумалары, Сауд Арабиясында діни білім алып, псевдо-салафизм идеологиясын насихаттады. Махаматов діни алауыздықты қоздырып, терроризмді насихаттаған үшін сот үкімімен 8 жылға сотталды. Ал Заурбековке шартты жаза қолданылды. Радикалды деструктивті діни ұйымдар әрине осындай техникалық жетістіктерді өздерінің мүддесіне пайдалануға әбден жаратып отыр. СНГ аймағында әсіресе орыс тілді уағызшылар негізінен сұраныста болып отыр.
қазақ қоғамында жүрген адам өзбек тілін түсінетін болуы мүмкін. Ол Қазақстанда жүре отырып, бірақ Өзбекстандағы өзбек тілді насихатшының уағызын тыңдауы әбден мүмкін. Конспирация деген ұғым радикалды деструктивті діни идеологияларда көп байқалатын жағдай. Бейне бір исламның құндылықтарын ұстанушы адам ретінде көрінеді, бірақ саяси қолдан жасалған бір сенімнің, саяси қолдан жасалған бір жүйенің құрбаны болып кетіп жатқанын байқамайды. Экстремистік пиғылдағы азаматтардың тиктокқа өтуі, өйткені оларда бүкіл бала-шаға сонда отыр. Ең әлсіз аудитория деп айтуға болады. Парламент заңдарды қабылдап жатыр, күшейтіп жатыр. Бітімге келмес бүлікшіл шейхтар исламды о дүниенің дініне айналдырды. Өлімді ұлықтау арқылы ислам парыз еткен құндылықтардан алыстатты. Салдарынан жақтастары тарихи тегінен ажырады, білімнен бас тартты. Жалпы зұлымдыққа негізделген идеология ғаламшар картасын қып-қызыл қанға бояды. Әлемде 500-ге жуық ірілі ұсақты террористік және экстремистік діни топтары бар. Атауы әртүрлі болғанмен адам арбау әдісі бір. Ұстаздары мен ұстанымдары да ортақ. Джихад ұғымын бұрмалап, исламның атынан сес көрсетіп, зұлымдықты заңдастырып алған. Қауіпті экстремистік сайттарда адасқанша қайырлы кітап оқыған абзал. Себебі сақтанғанды сақтайды, ал ұлтқа қас қылғанды заң аямайды.